Облыста алғаш рет Маңғыстау Наурыз Фест 2021 атты жастар фестивалі өтеді. Басты мақсат амал мен Наурыз мейрамын жаңа үлгіде тойлау дәстүрін қалыптастыру. Фестиваль 14 наурыздан басталып 23-не дейін жалғасады. Байқау аясында сурет салу, саябақтарға тал егу, ақындар мүшәйрасы, спорттық ойындар сынды 20-дан астам қоғамдық мәдени шараны ұйымдастыру көзделіп отыр. Айта кетейік, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін фестивальде карантин талаптары толықтай сақталады. 10 күндік негізгі жастар фестивалінің идеясы бұл бір қала тұрғындары мен қонақтарының арасында, соның ішінде жастар арасында бір жаңа жылдық көңіл-күй атмосфера қалыптастыру. Мәдени іс-шараларға 50-ге жуық волонтер жұмылдырылады. Олар осы өңірдегі қала тұрғындары мен қонақтарына тәттілер үлестіреді және қайырымдылық ұйымдарымен бірлесіп әлеуметтік адрестік көмек көрсететін болады.